Рус ишғажы күшері Херсонның 6 сакиніні өлтірді, да 20 киші яраланды. Херсон билеті Арби мемориетінде білдіргенлеріне көре душман шерге град рокет системлерінен үжім етті. Шаатлар атешнің шерінің мерkezінде керчеклештіргенini білдірді. Рокет ватандашлық нақлияты беклеген станцияға тұшты. Анда бір чоқ инсан турайды. Кооператлы Херсон матбуатының білдіргеніне көре, да бір үжім Херсон мерkezінде ерлешкен евге керчеклештірілді. Женюб қомутанлығында білдіргенлеріне көре, анда 2 дайре виран етілді. Бұнен бірабер рус ишғачылерінің рокетлері көттеви ерлешім еріні мұйым алтяпы, балабақчасы, хастахане, арабалар ве гаражларға тиді. Бір хач ев жиди шекілде зарар көрді. Украина кuvvetleri душманның уч вилаетіндегі үжімлеріні тоқтатты. Донецк ве Луганск вилаетлерінден ғайры Украина баш штабында білдіргенлеріне көре, руслар Купянск ве Харьков тарафларына да илерлемеге тырышты. Жебенің ең sıcak ноқтасы олған Бахмут тарафында чатышмалар бір ань біле тоқтамай. Шерні әр тарафтан сармаға тырышқанларындан ғайры içerisine де кірмек ниетлерінден вазгечмейлер. Ама Украина аскерлері душманны муафақетлі бір шекілде yok еті. 1 метрлік илерлеме руслар үшін бұйғайыплар демектір. Оларның ишғажи мемориетлері есе ишғал етілген топрақларда Украина ватандашларына қорқытуларнен рус паспортларını алмаға мecbur етем. Зокрема, працівникам бюджетних організацій доведено під особистий підпис розпорядження так званої російської окупаційної адміністрації Горлівки щодо необхідності набуття громадянства Російської Федерації. Працівники бюджетної сфери, які до 1 липня не отримують паспорти, будуть звільнені із займаних посад. Күчук ерлі жасустан паралы аскерлер қорчалайжысы. Хырымның ишғажи елбашчысы Сергей Аксенов ачық шекілде рус арби комутанларны техдит етеве Вагнер паралы аскер мойсесі рейсі Евгений Пригожинның тарафына кечті. Пригожин чоқтан Русия мудафа назирлігінен мұнақашада веда чоқ топ мермелеріні талап еті. Аксенов ісе да или ракетті қабатлавлардан ғайры трибуналнен техдит еті. С 1941 по 1945 год, могу сказать, таких начальников и генералов ждала бы высшая мера. Понятно, после таких приговоров все остальные бы набрались бы ума и выполняли бы свои обязанности более ответственно. Да, емін көрінмек үшін Аксенов арби қияфет кейді. Рус арби әдетлеріне көре форманың üzerinde белгілейжі шірейтлер yoxтыр. О Пригожин ве Русия мудафа назирі Шойгу арасында 6 ай евелсі юзберген мұнақашаға қошылмаға қарар берді. Мұнақаша жен кереклі шекілде тешкіл етілмегені себебінден башлаған еді. Шымда Аксенов Вагнер рейсіні ачық шекілде арқадашы деп адландыра. Белки бойлелікнен қатиллерінің дестегін алмаға істей. В нынешней ситуации тоже не могу промолчать и не имею просто уже права морального. Я вижу эмоции, которые зашкаливают у Евгения Викторовича. Поддерживаю Евгения Викторовича Пригожина, поддерживаю действия компании «Вагнер», ЧВК «Вагнер». Корынышке көре Сергей Аксенов ғайет ишғажилернен илхамланды. Кешкен күнлері автоматнен позиционларда кезініп, озыны арби комутан еріне қойды. Оның огынде создай көңілі аскерлер керчекте есе Қырымның ұқық қорчалажы органларының çalışanлары тура. Ишғажи медиа оларға Аксенов жылар деп айтам. Рус ишғажи кuvvetçileri Украинлы Роман Заринскийні хырсызлады. Хырым-татар ресурс меркезі рейсі Ескендер Бариевнің білдіргеніне көре Одессе Латвия сыңырындаки кечет ноқтасында юзберді. Оның мәлюматларына көре Заринский Херсон вилаеті Геническ шерінің сакиныдыр. Ишғал етілген топрақлардан автобус ярдымынен Русия территориясындан Латвияға кечмеге тырышты. Фақат оны зорнен алып белі олмаған тарафқа алып кеттілер. Телефоны қапалы, Романнен бақ қопты. Бариевнің қайдеткеніне көре Заринский 35 yaşında evli ve 3 küçük balası бар. Шымды Қырым-татар ресурс меркезі Бірлешкен Milletler Teşkilatı'na zorlu hırsızlama ile bağlı müracaat buluna.